1796 жылы ғалым Эдвард Дженнер адамдарды жойқын табиғи шешек ауруының тарап кетуінен сақтайды деген сеніммен 8 жасар балаға құрамында сиыр шешегінің вирусы бар заттектер екпесін жасады. Барлығы да сәтті өтті. Балаға осылайша ауруға қарсы ең алғашқы екпе, вакцина жасалынды. Бірақ ол неге сәтті болды? Екпенің қалай жұмыс жасайтынын түсіну үшін ең алдымен иммундық жүйе бізді жұқпалы аурулардан қалай қорғайтынын білгеніміз абзал. Микроб біздің ағзамызға түскен кезде иммундық жүйе микробтарды анықтау және ағзамыздан жою үшін қарсы реакциялар легін іске қосады. Иммундық жүйенің жұмыс жасайтынының белгілері жөтелу, түшкіру, қабыну және ыстықтың көтерілуі. Бұл бактерия секілді қауіптің бетін алу, ұстап тұру және жою үшін керек. Туа бітті иммундық жауап қорғаныстың екінші шебі жүре келе қалыптасатын иммунды іске қосады. Біздің ағзамызда микробтармен күресіп, бүлдіргінің сыртқы түрімен оларға қарсы қалай дұрыс күресу керектігі жөнінде ақпарат жинақтайтын Б және Т деп аталатын ерекше жасушалар бар. Бұл жасушаларда жиналған ақпарат бұрынырақта ағзада болған патоген қайтадан тап болған жағдайда пайдалы болады. Алайда осындай пайдаға қарамастан денеге деген қауіп-қатер сақталады. Қорғанысты құру және патогенге қалай күресуді танып білгенше уақыт керек. Соның өзінде қарсы күрес үшін ағза тым жас әрі әлсіз күйінде қалады. Патоген ерекше қуатты болған жағдайда қатерлі қауіп туындауы мүмкін. Бірақ дененің иммундық жауабын біз ауырып сырқамастан бұрын дайындай алатын болсақ, қалай болар еді? Осы жерде ойынға дененің қорғану ережесіне саймасай сәйкестікпен білек сыбана екпе кіріседі. Ғалымдар екпені адамды толықтай ауруға шалдықтырмастан жүре келе қалыптасатын иммунды құру үшін қолданады. Осылай өз бетінше әрекет ететін көптеген екпелер дүниеге келді. Екпелер бірнеше түрге бөлінеді. Біріншіден, тірі әлсіз екпелер. Олар белгілі бір мөлшерде әлсіретілген патогеннен жасалынады. Сондай-ақ құрамында өлі патоген бар белсенді емес екпе түрі де бар. Әлсірету мен әсерсіздендіру тәсілі патогеннің толық масштабтағы ауруға ұласуына жол бермейді. Алайда, ауру кейпінде де олар иммундық жауап күйінде патогеннің профилін алдын ала жасап, денені шабуылдарды танып білуге үйретеді. Тірі екпелерді жасаудың бір кемшілік тұсы олардың тірі болуымен байланысты. Иммунитеті әлсіз адамдарға бұл екпе зарарлы болуы мүмкін. Әрі өлі екпе созылмалы иммундық жауапты қалыптастырмайды. Ал ендігі екпенің химиялық екпе деген түрі патогеннің антиген деп аталатын бөлігінен жасалады. Бұл антиген иммунитеттің жауабына әкеледі. Антиген өз тарапынан иммундық жауапты шақыру үшін ақуыздар мен полисахаридтер сияқты антигеннің белгілі бір бөлігін бөліп, нақты жауап беру арқылы екпеге қол жеткізеді. Ғалымдар ДНК екпелері деп аталатын жаңа екпелердің бір қатарын жасап шығарды. Бұл ағзаға керекті нақты антигенді бөлетін гендер арқылы белгілі бір патогенге жауап ретінде иммундық жауапты іске қосу үшін керек. Денеге енгізілген бұл гендер дене клеткаларын антиген өндіруге итермелейді. Осылайша, қуатты иммундық жауапты шақыру арқылы адам денесін алдағы кез келген қауіпке дайындайды. Екпе тек белгілі бір генетикалық материалды ғана құраушы. Оның құрамында патогеннің басқа бөліктері болмағандықтан, ауру шақырып, емделушіге залал келтіре алмайды. Егер де бұл екпелер сәтті болып жатқан жағдайда, жақын жылдарда әлде қайда тиімді емдеу қамтамасыз ете аламыз. Ондаған жылдар бұрын медицинаны өзгерткен Эдвард Дженнердің таңдай қақтырар жаңалығындай, бүгінгі таңда жаңа екпелерді әзірлеу келесідей ауруларды емдеуге мүмкіндік береді: АИТБ, малярия немесе Эбола вирус.